көрерменің таба білген. Қарсы алыңыздар. Әли Оқапов бүгін кеште. Сені біз бұрындары әдемі телевизорда видеолар көрген кезінде, кішкентай кезің, одан өскен кезің, рояльда отырып 11 оқимын деген, бүгін міне 5 жыл уақыттың зымырап өтіп бара жатырғанын айтпаңыз. Мектепте ата-аналар жиналысы деген болатын. Есіңде де? Ата-аналар жиналысы. Осы қалай ата-аналар жиналысына енді Роза апай барады ғой енді, ата-аналар жиналысына. Сол кезде бүкіл ата-аналар ешқайсы жиналыстан қалмайтын шығар, Роза апайды көреміз деп. Сөздің шыны керек, шынды айтсам, анам осы ата-ана жиналыстарына жиі барып тұратын мүмкіндігі болған жоқ. Сондықтан негізінде көбісінде мен өзім отыратынмын сол жиналыстарға. Қызық көрінеді, бірақ мен енді жауапкершілігім сондай ма, немесе енді түсінетін енді кезеңде болды мұғалімдерде. Сондықтан өзім өз бетіммен отырдым. Содан кейін менің кіші бауырым Мәди түскеннен кейін мен Мәдидің жиналыстарына өзім барып жүргем. Өзім оқып жүрмін мектепте, бірақ ата-ана ретінде отырғанмын. Бәрекелді. Бізде еңбек тану деген болды. Онда біз не жасаймыз? Орындық жасаймыз. Жаңағы ара береді, кесесін, анан береді, бедесін. Қазір ешкім онымен орындық жасай алмайды. Өйткені бәрі дүкенде толып тұр. Оның бәрін сатып аламыз. Өйткені оны жасап уақыт кетіргенше барды дүкеннен сатып ал. Сондықтан да еңбекке баулу дегеннің орнына кредит алу деген сабақ қойған. Кредит алу деген. Мен өмірімде кредит алып қойған жоқпын, бірақ енді ол да керек нәрсесі шығар. Өйткені кез келген адамға бере бермейді сол кредитті. Сен барсаң саған береді негізі. Сен барсаң саған береді негізі. Тіпті бірден төлемей-ақ қойыңыздаршы. Жоқ, бермеуде мүмкін. Келіп бір ән айтып кетші болды деп. Тойға кіріп шықты дегендей. Тойға кіріп шықты немесе. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған Әлиіміз бүгін міне 5 жыл қазақ эстрадасының жұлдызы. Енді құрметті көрермен, әр адам үшін 25 мамыр, енді әркімнің өзінің есінде ақ көйлек киіп, галстугын тағып, 25 мамырға барған кезіміз. Мен бір есімде сіздерге бір қызық айтып берейін. 24 мамыр күні мектепте білесіздер, сабақтың бәрі бітеді, бағаның бәрі шығып қойған. Сол кезде біз класста өзіміз 8 жігіт болған, 8 бала, қалғаны қыздар болатын. Сол кезде мектепте бір манту деген болатын. Естеріңізде ме? Манту болатын, жаңағы егілуге барады, сондай бір проверка ма, білмеймін, есімде әйтеуір. Сол кезде біреу келіп айтты, сіздерді мантуға шақырып атып, бірінші қыздар, сосын жігіттер келсін деп жаңағы. Содан не керек, қыздар жүгіріп кетті, одан кейін физра сабағы, дышы жаңағы. Содан жігіттер қалдық, 8 жігіт отырып, енді не істейміз, іш пісіп кеткенсіз, біреу тұрып айтты, көкпар ойнайық деп. Расымен көкпар ойнайық деп. Не істейміз? Екіге бөліндік, 4-4-тен біріміздің үстінен біріміз мініп алдық. Сосын жаңа қарасақ, енді пол жуатын тряпка, кір, лас, сосын сөйтсек Жадыра деген класста бір қыз болды. Жадыра, көріп отырсаң, Жадыра деген қыз болды. Сол Жадыраның юбкасы болатын ұзын. Ол кезде 96 жылдары алғашқы Қытайдың товарлары келіп отырған кез ғой, жаңағы плессированный деген юбка болатын. Плессированный тобыққа дейін келеді. Тобыққа дейін келеді. Содан алды да соны, давай сонымен ойнайық. Ол қайдан білейік, ол жаңағы жыртылып қалатын, оның жаңағыдай материалының нашар екен, ортасынан байладық, ортаға тастадық. Енді ақырын ойнаймыз ғой дегеніміз, бір кезде ана ойынға кірісіп кеткеніміз соншалық, көкпарға екі жаққа екі парта қойып, сол партаның үстіне салған, қазіргі тілмен салым, кәдімгі футбол секілді ойнап жүрміз ғой, ан жаққа лақтырып, мын жаққа. Сөйтсек біздің астымызда біз ұмытып кеткеніміз ғой, мектептің директорының кабинеті. Бір кезде мектеп директор есікті ашып, Иман деген ағай болды. Иман ағай ашып келді. Не мынау дейді? Не мынау? Бір күн шыдамадыңдар ма? Не істеп жүрсіңдер? Сабақ қайда? Сабақ бітті, қыздар мантуға кетті. Сендер не істеп жатсың? Біз барамыз. Бар кет бар сол жаққа. Анау не жатқан жерде? Тряпка деді, юбка десе ұрсады ғой жаңағы. Тряпка деді, сал шелекке дейді. Бұрышта шелек тұратын, естеріңізде болса, бұрышта шелек тұратын. Ол шелек енді таза емес енді, білесіздер, мектепте оқығандар болатын. Сосын Мәлік деген класстасым айтты, сал шелекке деді. Мәлік алды да, юбканы алды да шелекті қасынан тастады. Шелекке сал деді. Амалдың жоғынан анан алды да шелекке понқ етіп сал жіберді бір кезде. Содан не керек, Иман ағай кетті, бар кетіңдер бар. Бір күн қалды, шыдамадыңдар ма? Сендердің класстарың бір бәле болды ғой. Қашан құтыламыз сендер? Бір тентек класс болатынбыз енді, не керек? Барыңдар деді. Далаға шығып кеттік. Алдықта Мәліктің үйі қасы, жаңа мектептің қасында шелекті соламаймен алып, Мәліктің үйіне барып, бір тазикке жаңағы шелек төгіп, оның жаңағыда үстіне су құйып, өтірік жуғандай болып, анау байланып қалған қат, оны әзер шешіп, күн ыстық майдың кезі ғой, жаңағы алдықта іліп қойдық. Физра бітті. Физра біткеннен кейін жаңа Мәлік пен Аслан деген класстасымыз жібердік. Біз енді оны кучкар дейтіміз, сондай бір жеміз болады. Екеуі кетіп барып үтіктеп, бүктеп,
классқа келіп өздерінше тық қойыпты. Жадыра іздеп жүр ғой енді. Физра бітті. Мен епкім кім көрді? Кім тық қойды? Кім тық қойды? Кім тікті? Ана кітаптың артында тұр ғой. Ол сөйтсе кітаптың артын бана қарағанда жоқ екен. Әкеліп салып қойған ғой. Бір кезде у-шу жылап жатыр. Ана плессированный юбка, оказывается, үтіктеуге болмайды екен ғой жаңағы. Оны алғанда олар үтіктеп, теп-тегіс қылып тастаған. Сөйтсе жаңағы плессированный юбка үтіктеген кезде мынандай болып тұрды, созылып жаңағы. Мынау менің юбкам бес, не істеп тастағансыңдар? Уә! Деп қыздар білесің, отыра қалып жылап, мектептің директорын шақырып, мамасы келіп, у-шу болып, бір кезде айтты. Болды енді, мектеп бітірейін деп жатсыңдар, бәріміз тұрғызып қойды қатардан. Не мынау енді соңғы күні у-шумен біте ме? Давайте осылай тоқтасын, барындардан ап. Гүлбану деген апай болатын, ауылда коммерсант жалғыз. Гүлбану апайынан бар, юбка алып беріңдер деді. Бүкіл бала бардық, юбка алуға жаңағы. Бір юбка тұр, өзі екі юбка, көп выбор жоқ. Бір юбка 400 теңге тұр. Сосын бір юбка 4000 теңге. Ол кезде 4000 теңге деген кәдімгідей ақша кәдімгі бір ғой. Сосын Жадыраға бүйтеміз. Жадыра, мына юбканы қарашы дейміз. Жадыра 4000 теңгенің юбкасынан көзін алмайды да, соны киітті. Ол шынымен 4000 теңгенің юбкасы жарасады ғой енді. Жарасып нормально біз енді жігіттеріміз ғой. Біз білеміз ғой жігіттер, саған жараспайды негізі. Ананы киіш дейміз. 400 теңгенікі жаңа. Жадыра киіп қараған, анау даңғар мынандай үлкен. Осы саған күшті, осы күшті деп жан жақтан бәріп. Үлкен қоймаған дейді. Сен айнадан просто кішкентай көрсетіп тұр. Негізі біз қарап тұрмыз ғой. Айтшы деп бір-бірімізге. Бір кезде Жадыраның өзі де қолын бір сілтте, қойындаршы деп. Сол міне әр жиналған сайын біздің айтылатын әңгімеміз Жадыраның юбкасы.